Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Балжан. Бүгін сіздерге ешқандай духовкасыз, миксерсіз керемет пирожныйдың рецептімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең керегі бізге печеньелер керек болады. Яғни печеньелерді осылайынан майдалап, блендерден ұсақтап аламыз. Печеньелерді қалаған түрін алсаңыздар болады. Менде юбилейный деген түрі, к чаю деген, немесе басқа да түрлерін алсаңыздар болады. Топленый деген түрлері бар. Осылайынан ұсақтап аламыз печеньелерімізді. Содан кейін келесі кезекте ол бізде сгущенный молокомыз. Сгущенный молоконың үстіне сары майымызды, какаомызды салып, жақсылап араластырып, біркелкі массаға келтіріп аламыз. Менде какаом қарасаңыздар, қара болып тұр. Ол какао кондитерлік какао деп аталынады. Олар осында қара түсте болады. Кондитерлік дүкендерден алсаңыздар болады ондай какаоны. Келесі кезекте ұсақталған печеньемізді осылайынан салып, барлығын біркелкі масса етіп араластырып аламыз. Бөліп араластырсаңыздар өздеріңізге ыңғайлы болады. Егер барлығын бірден салатын болсаңыздар, кішкене араласуы қиындау болып қалады. Барлығын араластырып алып, осындай бір массаға келтіріп аламыз. Сөйтеміз де оны барлығын біріктіріп, холодильникке 10-15 минутқа салып қойсаңыздар болады. Енді форма түзіп, оның сыртына кукурузный осындай хлопьяларды теріп шығамыз. Яғни біздің пирожныйымыздың шишка пирожный деп аталынады. Бұл сол пирожныйымыздың шишкаға ұқсау үшін. Осылай ерінбей біртіндеп теріп шығамыз. Бұл пирожный ешқандай духовкасыз, миксерсіз тез дайындалатын пирожный. Мінекей қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Мінекей. Осындай жаңа жылға әдемі пирожный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үйдегілеріңізге ұнайды, балаларыңызға әсіресе ұнайды. Ерекше пирожный болып шығады. Менімен бірге соңына дейін бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар.